Ассалаумағалейкум. Сіздермен киноға шолу. Осы жылы шыққан кореялық қызықты кино «Потомок». Киноның басында белгісіз бандылар Ким Сон Хоны ұстап алады. Екі банды басшылармен сөйлесіп тұрған кезінде Ким Сон Хо босап шығып, арттарынан келіп, темірмен өлтіреді. Кейін шақырған бандылардың басшылары келеді. Сосын есік жабылып, атыс басталады. Сосын Ким Сон Хо бандылардың қасындағыларын өлтіріп, басшысын да өлтіреді. Ең басты кейіпкеріміз Марко. Ол бокспен айналысады. Осы бокс арқылы өз қаражатын тауып жүр. Бокстасып болған соң Марго үйге келіп, анасына қарап уайымдайды. Анасы қатты ауырады. Келесі күні Марго ұстазына барып, әкесінің табуына қаражат ұсынады. Ұстазы іздеп көретінін айтады. Сосын барға барып, Берлин командасына ұтады деп ақша тігеді. Бірақ ол команда ұтылып қалады. Сыра ішіп отқан кезде осы жігіт Маркоға жақындайды және бір жұмыс бар екенін айтады. Және қомақты ақша табуға болатынын айтып түсіндіреді. Марго амалсыздан келісіп, сол жерге келеді. Марго жоспарды түсіндіреді. Сосын Марго жоспар бойынша айтқан жеріне барады. Марго жұмысты бастап жатқан кезде ойламаған жерден ту сыртынан шабуыл жасайды. Бір топ балдарды көреді. Төбелеседі. Бір топ баладан қашып жатқан кезде Маргоны бір ақ машина түйеді. Қыз кешірім сұрап, ауруханаға алып кетеді. Толық қаралғаннан кейін қыз келіп Маргоға жағдайы жақсы екенін айтады. Сосын Маргоға болған жағдайға байланысты қыз өтемақы береді. Сосын Марго үйге қайтады. Маргоға белгісіз адамдар үйіне келеді. Оны Ким Сон Хо сыртынан бақылап отырады. Маргоға өздерін таныстырып, визиткасын ұсынады. Маргоға өздерінің әкесін жіберген туралы айтып түсіндіреді. Маргоға барлық жағдайды түсіндіріп, тез арада кету керек екенін және барлық төлқұжаттарын дайындап береді. Сосын анасына күтуші қойып кетеді. Бұл адам Маргоның ағасы. Марго ұшақта кино қарап отырғанда қасына Ким Сон Хо келеді. Ким Сон Хо Маргоға айтады: барлық билеттің дайын болуы, паспорттың дайын болуы күдікті деп. Және құлағына сыбырлап сөздер айтады. Бұл әдемі қыз келер. Маргоның ағасының қарындасы. Бұл келер қыздан тапанша сұрайды.
Келер қыз тапаншасын береді. Маргоның ағасы қол астындағы қызметкерлерін компаниясының қаржысын жымқырғанын біліп қояды. Жалған ақпарат беріп отырғанын да біліп қояды. Ақша жымқырған екі қызметкерін өлтіріп тастайды. Маргоны әуежайдан қарсы алып көлікпен алып бара жатқанда артынан Ким Сон Хо қуып жетеді. Ким Сон Хо қолдағы екі адамды атып жібереді. Жол апаты болады. Марго көліктен шыққанда алдынан Ким Сон Хо күтіп тұрады. Жағдай түсінбей Марго қаша жөнеледі. Марго көпірден секірді. Артынан Ким Сон Хо'дан келе жатты. Маргоның жер асты жолымен қашып келе жатты. Артынан Ким Сон Хо қуып келе жатты. Кенетте жаңбыр жауып, Ким Сон Хо жер асты жолына кері қайтты. Марго қашып кетті. Осыны жүгіріп келіп Марго көшедегі телефонға визиткадағы номерге хабарласты. Қыздан көмек сұрады. Қыз келісті. Марго ұстазына хабарласқанда ертең Ким Сон Хоны көріп қашырмайды. Марго ұзақ қашады. Қатты шаршаған Марго артына қараса, Ким Сон Хо келіп тұрады. Қашқысы келеді. Оған Ким Сон Хо шығады. Жетеді Марго осы қашқанын деп тапанша тақап тұрады. Марго жақындап келіп, тапаншасын қайырып, тұмсығынан бір ұрады. Және қашып кетеді. Қыз көзілдірігін шешіп қараса, Марго таң қалады. Және қай жерден көргені есіне түседі. Ауруханада. Келер қызбен бірге кетіп бара жатқанда, Марго ағасын көріп қалады. Ағасы тез бұрылып, Маргоның артынан қуады. Сол кезде Ким Сон Хо да келер қызының артынан қуып келеді. Келер қыз тез жылдамдықпен айдап, жолдың жанындағы бұрылыстан бұрылып кетеді. Ким Сон Хо да жолдан бұрылмай тіке жүре береді. Ағасы да таба алмай тіке жүре береді. Орман біржолғы тоқтады. Марго түсінбей не болып жатқанын сұрады. Қыз басынан бастап түсіндіреді. Әкесі бай адам екенін және өз әкесінің ауыр халде ауырып жатқанын, жүрек ауруымен. Әкесі баласын тапсырады. Марконы әкеліп, оны өлтіріп, оның жүрегін алуға. Қарындасы мен әйелі күйеуінің ауырып жатқанын біліп, барлық мүліктерін өздерінің аттарына жазылады. Оны білген ағасы ашуланып Марконы табуға тырысады. Деп қыз барлық жағдайды түсіндіріп береді. Сосын
қыз маған бұйрық мақсаттан келді деп айтады. Сені өлтіруге. Сол күйдің басын тапанша тақап тұрған кезде Ким Сын Хон келіп кедергі жасайды. Ол жағдайды Марко пайдаланып шығып кетеді. Келер қыз Ким Сын Хонға оқ атады, бірақ бірде-бір оғы тимейді. Оқтап атқан кезде артынан Ким Сын Хон келіп, келер қызды атып өлтіреді. Марго орманнан шығып, жолмен келе жатқанда, алдынан ағасы шығып, көлікке салып, үйіне алып кетеді. Марго әкесін көріп, ағасы естелік фотоға түседі. Сосын операцияға дайындауға кіріседі. Бірақ кенеттен Ким Со Хё пайда болып, дәрігерді, охранниктерді өлтіреді. Маргоны есін жиғызып, оятып алады. Оны көрген Маргоның ағасы бейнеқадан қарап, бір топ жігіттермен бөлменің алдына келеді. Маргоның ағасы келісуін сұрайды және жіберуін. Маргоға тапанша тақап тұрып, 10 миллион ақш долларын сұрайды. Ағасы ойланатынын айтады. Кенеттен ағасының қарындасы Маргоға оқ атады, бірақ ол тимейді. Содан кейін атыс басталады. Атыстың салдарынан әкесіне оқ тиеді. Ағасы кабинетке кіріп, бір топ жігіттермен Ким Сын Хо Маргоға және әкесіне тапанша тақап тұрады. 10 миллион ақш долларын аудар деп. Ағасы келісілген 10 миллион ақш долларын аударып жібереді. Маргоны оларға қолдарына ұстап береді. Ким Сын Хо кетіп бара жатқанда, оны жібермей, Маргоның ағалары ұстап алады. Өлтіретіні туралы айтады. Ким Сын Хо бір топ адамдарды атып тастап кетеді. Бұл жерде атыс басталып кетеді. Ким Сын Хо барлығын өлтіріп тастайды. Үйден шығып жатқанда оның қарындасы мылтықта қалып тұрады. Бірақ Ким Сын Хо оған түсіндіреді. Бұл ешқандай сенің жақын туысың емес деп. Бұның барлығы Ким Сын Хоның жоспары екенін Ким Сын Хо түсіндіріп Маргоға айтып береді барлығын. Киноның соңында Марго анасын емізтеді. Ким Сын Хо жоспары сәтті іске асады. Және ол өлмейтін қалды. Каналға жазыламыз, лайк басамыз.